Алла тағала өзінің құлдарына арналған құдси хадисінде Алла Азза ва Джалла былай дейді: ей адам баласы, қолында билік болғандардан қорықпа, қашан менің сұлтандығым болғанға дейін. Ал менің сұлтандығым еш уақытта жоғалмайды. Ей адам баласы, ризықтың жетпей қалуынан қорықпа, себебі менің қазыналарым толы, және ол ешқашан сарқылмайды. Ей адам баласы, сені ғибадат үшін жараттым, ендеше өміріңді босқа өткізбесеңші. Мен ризығыңды дайындап әрі сақтап қойдым. Өзіңді шашатпасаңшы, түсінбей қалмаңыздар. Бұл жерде денені шашатпау емес, өзіңнің жүрегіңді ризық туралы қобалжулармен шашатпау туралы айтылған. Денелер жұмыс істейді, ал жүрек Аллаға тәуекел етеді. Сені ғибадат үшін жараттым, ендеше өміріңді босқа өткізбесеңші. Мен ризығымды дайындап сақтап қойдым. Өзіңді шашатпасаңшы.